Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? 8 сынып алгебра 2-де 30 есеп шығарып көрейік. Бірінші есебінен бастап шығарайық. Бірінші есебінде x квадрат плюс 7x минус 60 тең 0 берілген. Кітапта берілген формулаларды қолданамыз. Жалпы түрде бізде квадрат теңдеу ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 болса, дискриминантты анықтаймыз. O квадрат минус 4ac. Демек, a неге тең, b неге тең, c неге тең жазып қойық. A бізде x квадраттың алдында тұрған коэффициент, мында ештеңке жазылмаса, ол 1-ге тең болады демек. V бізде x-тің алдында тұрған коэффициент, мында ол 7-ге тең болып тұр. C бізде бос мүше. Ол бізде минус 60. Егер минус болса, минусын жазамыз. Дискриминантты есептейік. Формулада v квадрат минус 4ac, енді v бізде 7-ге тең, демек 7-нің квадраты болады. Минус 4 a-мыз бізде 1-ге тең, және c-мыз минус 60-ға тең. Есептейміз енді. 7-7 49. Мұнда 2 минус болса, ол плюс болып кетеді. 4 1 4, 4 60-ға көтсек, ол 240. Енді 49-ға 240 қоссақ, бізде 289. Бұл бізде 0-ден үлкен. Енді осы дискриминантқа байланысты, егер 0-ден кіші болса, шешім болмайды. Егер дискриминант 0-ге тең болса, бір шешім болады. Минус 2 адам b. Және дискриминант бізде 0-ден үлкен болса, 2 шешім болады, 2 түбір болады. Минус b плюс минус түбірасы дискриминант бөлінген 2 формуласымен есептелінеді. Сонымен x1, x2-ні табамыз демек біз. Өйткені бізде дискриминант 0-ден үлкен сан шықты. Енді мұнда бізде минус формулада минус v-мыз 7-ге тең. Дискриминант бізде 289 болды. Және бөлімде 2 көбейту a-мыз бізде 1-ге тең. Ықшамда жіберейік. Минус 7 плюс минус 289-дан 17 шығады түбір астынан. Өйткені 17-нің квадраты 289. 2 бірім 2. Енді мұнда плюс минус деп тұр. Плюсын бөлік, минусын бөлік есептейміз. Демек, x 1 болады. Минус 7 бірінші плюсын алайық. Плюс 17. Бөлу 2 демек. Минус 7-ге 17-ні қоссақ, бізде модульдары әртүрлі ексан. Модуль үлкеннен модуль кішісін азайтып, модуль үлкеннің таңбасын қоямыз. Демек, 17-тен 7-ні азайтсақ, 10 болады. Енді 10-ды 2-ге бөлсек, бізде 5 болады. X екінші түбірі демек, минус 7. Енді минусын аламыз, минус 17. Бөлу 2. Енді 2 теріс сан қосындысы. Алымында екеуі теріс болғандықтан теріс сан шығады. Модульдарын қосамыз. Демек 7-ге 17-ні қоссақ, ол 24. Енді минус 24-ті 2-ге бөлеміз. Минусты плюсқа бөлсек, минус 24-ті 2-ге бөлсек, ол минус 12. Енді жауабын жазсақ болады. Сонымен x1 тең 5 болды. x2 тең болды. Минус 12. Енді тексересіз сақты болады. 5 тапарып x орнына қоямыз. 5 5 25, 7 5 35, 25-ке 35-ті қоссақ 60, 60-тан 60-ті азайтсақ тең 0. Демек дұрыс. Минус 12-ні тапарып қойып тексерсек болады. Минус 12-ның квадраты ол плюс 144, 7-ні минус 12-ке өтсек минус 84, минус 84-ке минус 60, екеуі де теріс сан, модульдарын қоссақ минус 144. 144-тен 144-ті азайтсақ 0. Демек дұрыс таптық. Екінші есебіне көше берейік. Екінші есебінде бізде y квадрат минус 10y минус 24 тең 0. Коэффициенттерін анықтайық. A дегеніміз сонымен 1-ге тең. V дегеніміз y-тің алдындағы тұрған минус 10. Минус болса минусын жазамыз. C дегеніміз минус 24. Дискриминантты есептейміз. Формула бойынша v квадрат демек минус 10-ның квадраты минус 4 ac
демек a'мыз 1-ге тең. Және көбейту с ол бізде минус 24. Минус 10 квадраты кез келген санның, демек ол теріс сан болсын, оң сан болсын, оң сан шығады квадрат, өйткені минусты минусқа өтсек плюс, демек 10-ды 10-ға өтсек 100 болады мына жер. Мұнда 2 минус бар, плюс болып кетеді демек. Қоссақ 196 болды. Енді 0 мен салыстырсақ бұл 0-ден үлкен. Демек, үшінші жағдай бізде 2 түбір бар. Бізде y демек y1 2. Сонымен формулада минус бар, бұл формуланың минусы, кейін бізде v-мыз минус 10-ға тең. Плюс минус түбір астында 196. Бөлімінде 2 а формулада, демек 2 көбейту 1. Мұнда 2 минус плюсті береді, 10 плюс минус түбір асты 196-тан 14 шығады, өйткені 14-тің квадраты 196-ға тең. Мұнда 2 бірім 2. Демек y1 бізде 10 қосу 14, мұнда плюсын аламыз. Бөлу 2. 10-14 қоссақ 24, 2-ге бөлсек 12. Бұл y1, y2 бізде 10 азайту 14, мұнда минусын аламыз. Бөлу 2, 10-дан 14-ті азайтсақ бізде минус 4 болады. Минус 4-ті 2-ге бөлсек минус 2. Жауабын жазсақ болады. Жауабы сонымен y1 тең болды 12, y2 тең болды минус 2. Үшінші есебін шығарайық енді. m квадрат плюс m минус 90 тең 0. А бізде сонымен 1-ге тең, v тең, m-нің алдында коэффициент ол да 1-ге тең, с минус 90. Дискриминантты есептейміз. v квадрат минус 4ac. v квадрат демек 1-дің квадраты минус 4. А демек 1-ге тең, көбейту с минус 90. 1-дің квадрат 1 бірім 1, мұнда 2 минус бар, ол плюс болып кетеді. 4 бірім 4, 4 90-ға өтсек 360. 361. Бұл бізде 0-ден үлкен, демек 2 түбірі бар. Бізде m етін, демек m1 2. Формулада минус, демек минус, және v-мыз 1, минус 1, плюс минус түбір асты 361. Бөлу 2а. А-мыз бізде 1-ге тең. Сонымен минус 1 плюс минус түбір асты 361-ден 19 шығады. 2 бірім 2 бөлімінде. Сонымен m1 бізде минус 1 плюсын аламыз, плюс 19 бөлу 2. Минус 1-ге 19 қоссақ бізде 18. 18-ді 2-ге бөлсек 9 болады. m2 бізде минус 1, мұнда минусын аламыз, минус 19 бөлу 2. Минус 20 болады, минус 1, минус 19, екеуді теріс сан болғандықтан теріс сан шығады, модульдарын қосамыз. Минус 20-ны 2-ге бөлсек, минус 10. Сонда жауабы бізде m1 тең болды 9-ға, m2 тең болды минус 10-ға. Сонымен үшеуін шығарды, енді соңғы есебі қалды, соны шығарайық. Төртінші есепте бізде 3t квадрат плюс 7t плюс 4 тең 0. Сонымен a-мыз бізде t квадраттың алдында коэффициент 3-ге тең, b-мыз бізде t-ның алдында коэффициент ол 7-ге тең.
және с бос мүше ол 4-ке тең екен. Дискриминантты анықтаймыз. В квадрат демек 7-нің квадраты минус 4 көбейту а-мыз бізде 3-ке тең, көбейту с-мыз 4-ке тең. Мұнда 7-нің квадраты 7 49. Мұнда азайту 4 үшім 12. 12-ні тағы 4-ке көбейтеміз. 48 болады демек. Азайту 48. Бұл 1-ге тең. 1-де бізде 0-ден үлкен. Демек 2 түбірі бар. Бізде Т2, Т1, Т2 демек. Формула бойынша минус В демек минус 7. Вымыз 7-ге тең. Плюс минус. Түбір астында дискриминант 1-ге тең болып шықты. Бөлімінде 2, А-мыз бізде 3-ке тең. Ықшамда жіберейік, демек минус 7 плюс минус түбір асты 1-ден 1 шығады. 2 үшім 6. Сонымен Т1-ді табайық бірінші. Минус 7 плюс 1 деп аламыз. Плюсын аламыз. Бөлу 6. Минус 7-ге плюс 1-ді қоссақ. Минус 6 болады. Минус 6-ны 6-ға бөлсек бізде минус 1. Бұл бірінші түбір демек. Т2 екінші түбірін табу үшін мұнда минусын аламыз. Минус 7 минус 1 бөлу 6 тең болады. Екеуі де теріс сан мына жерде. Екеуін қосып модульдардың алдына минус таңбасын қоя саламыз. 7-ге 1-ді қоссақ 8 демек минус 8 болады. Енді мұнда қысқартып жіберейік 2-ке. Мұнда 3 қалады, 6-ны 2-ге бөлсек, 8-ді 2-ге бөлсек 4. Бүтін бөлігін ажырата салайық, 4-ті 3-ге бөлсек минус 1/3-тен 1 болады демек. Мұнда біз 4-ті 3-ге бөлдік. 1-ден береміз, 3. Нешеден бердік, сол бүтін бөлік болады. Қалдықты алымына жазамыз. Демек минус 1/3-тен 1 болады. Жауабын жаза салайық. Жауабы бізде Т1 тең болды минус 1-ге, Т2 тең болды минус 1/3-тен 1-ге. Сонымен есептердің бәрін шығардық, және мынандай бір логикалық есептің шешімін тауып көріңіздер. Сіріңке шырпылармен жасалған бір шырпыны жылжыту арқылы теңдікті дұрыстау керек. Теңдіктің сол жағында 7 азайту 1 ол 6, оң жағында 2, дұрыс емес теңдік. Осыны шешім тауып көріңіздер. Егер тапсаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Егер осындай логикалық есептердің шешімін білгіңіз келсе, екінші логика басқартқыш каналына тіркелуді ұсынамын. Описанияда сілтемесі болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.